Бүгүнкү болгонго байланыштуу бир ауыз айтып бериңизчи. Саат канчада болду? Дүмпүүдүн көлөмү кандай болду? Терезелер сынгандар бар экен. Енді бүгін шамамен 7:20-да осы әскери бөлімшенің аймағында бір кіші жарылыс болды. Хлопок дейміз. Оның енді негізінде жарылған заттардың қазір не себепті қалай болып жатқанын зерделеу жұмыстары жүріп жатыр. Әскери арнайы бөлімдер жұмысын жүргізіп жатыр. Негізінде осыдан кейін қазір әскери бөлімдерінің басшылары да өздері ресми ақпарат берді. Тиісті жұмыс жүргізуде, бақылауда деп. Сол осыған байланысты қазір осы жердеміз. Жалпы қазір жағдай енді мынау ресми мәлімет күтіп отырмыз әскери жағынан. Бірақ енді тиісті мынау қауіп туралы мәлімет енді бүгінгі таңға қазір 7:30-нан бастап ешқандай жарылыс, басқа нәрсе болған жоқ. Сіздер алдында да айтып едіңіздер болмайды деп, жаңағы тұрғындарға кепілдік бересіздер ме тағы? Енді бұл жерде енді қазір арнайы саперлардың группалары жұмыс істеп жатыр. Солар қазір сараптамасын беріп, енді қазір істеген жұмыстарына байланысты ешқандай басқа сұрақтар туындап жатқан жоқ. Енді өздері қазір мәліметін береді шыққаннан кейін. Әзір белгісіз ғой неден дүмпу болғаны? Қазір белгісіз неден болғаны. Бірақ өздері сараптамасын беріп, қазір жұмысын жалғастырып жатыр. Ал ана ар жақта адамдар аман ба? Ешқандай адам зардап шеккен жоқ. Барлығы аман. Оған ешқандай сұрақ жоқ. Тек қана терезе, палаткалар ғана ұшқан ба? Енді палаткалар ұшпаған. Терезе, басқа мәселелер олар құрылыс жүріп жатқанына байланысты қазір көріп шығамыз барлығын не болып жатқанын. Бірақ негізінде былай адамдарға ешқандай зиян келген жоқ. Оларды алдағы уақытта көшіру мәселесі қарала ма енді? Қазіргі таңға ешқандай ондай шешім қабылданған жоқ. Шешім қабылданса ресми түрде жария етеміз. Бұл кісілер бізді көшірсін деп отыр, қазір бізбен тілдесіп еді. Сіздерге ұсыныспен шықты ма? Біз қазір сол халықпен сөйлесіп шықтық. Қазіргі таңға көшіру мәселесін көтеріп жатқан жоқпыз, түсіндірдік барлығын. Сондықтан, егерде қауіп болатын болса, біз тиісті шешім қабылдаймыз. Рахмет.